Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге осындай бір интеллектуалды ойынды көрсетемін. Бұл ойын интернетсіз істейді, PowerPoint бағдарламасына жасалған, кез келген пәнге қолдануға жарайды. Енді бұл ойынның қалай жұмыс жасайтынын қазір көрсетейін. Бұл жерде таудың ұшына көтеріледі, яғни әр сұраққа жауап бере отырып, былай келіп, соңында ұшына шығады. Яғни осындай ойын түрі. Бұның ойынның аты білім шыңы деп атадым. Енді атауын өзгертуге де болады. Осылай ойын. Енді мен сразу ашып көрсетейін, одан кейін әрі қарай түсіндіремін. Мына жерден біз стек-ушин деп аштық, сынақтала деп ашамыз. Одан кейін ойынды бастау деген батырмаға басамыз. Осылай ашылады. Енді бұл жерде мынадан басталады. Мысалы, былай келеді и былай көтеріліп, яғни мынау шыңның үстіне көтерілу керек. Ол үшін біріншіден бастаймыз. Біріншісін ашамыз. Шыққан кезде бізге осылай сұрақтар шығады. Енді мына жерде сұраған жазасыздар, варианттары болады. Одан кейін дұрыс жауап, қате жауап варианттарын жазып қоясыздар. Уақыт бар бізде, уақыт 15 секунд. Уақыт қосатын болсақ, осылай уақыт кетеді. Уақыт кетеді. Уақыт 15 секунд аяқталғаннан кейін, яғни сұраққа жауап береді. Мысалы, осыдан басам, қате болса осыдан дауыс шығады. Дұрыс болатын болса, осылай дауыс шығады. Одан кейін біз мына жерде баланың үстіне басатын болса, былай қарай келеді. Одан кейін таңдалғаннан кейін осылай X болып тұрады. Келесін таңдаймыз. Бұл жерде мысалы мен сыра дұрыс жауапқа бассам, былай болады. Одан кейін былай қайтамыз. Мына жерде мен жаңа айтпағым, бал беріп отырмыз. Міне. Екеуіне де дұрыс жауап берсе, осылай 2 бал беріледі. Одан кейін мынаған басамыз. Мысалы, мына жерде қате жауап беретін болса, қазір артқа қайтқан кезде өшпейді, сақталып тұрады екеуі болып. Бұған баспаймыз енді, яғни бал берілмейді. Келесі, яғни әр неден біз осы шыңға көтеріле отырып, қанша сұраққа дұрыс жауап берді. Мысалы, мынаған дұрыс жауап береді. Соны осылай бағаласақ болады. Міне, біз топ арқылы бағаласақ болады, я болмаса бөлек оқушыларды, я болмаса топ басшылары деп сөйтіп сайыстыруға жақсы әдіс негізі. Осылай қанша ұпай жинайды. Шыңға көтерілгенге дейін қанша ұпай жинайды деген сияқты осындай ойнатсақ болады. Барлығы ашылады. Мен бір-бірлеп ашып отырсам қазір уақыт кетеді. Сол себепті қазір осылай не қыла саламыз. Соңында біз ойынды аяқтау үшін мынаған басамыз. Сол кезде ойын аяқталады. Енді былай көрсетейін, міне барлығы бар. Бұл жерде жалпы сұрақ саны 9 сұрақ. 9 сұрақ. Одан кейін бұны біз сохранить как деп сақтап аламыз. Жаңа айтқанымдай топ басшыларына ойнатуға болады, жеке ойнатуға болады, осылай. Болмаса барлық оқушыларға да ойнатып жіберуге болады. Сендер мысалы осы сабақта, осы үйге тапсырманы сұрау кезінде, я болмаса бір қорытындылау кезінде осылай шыңға көтерілу барысында қанша ұпай жинадыңдар, яғни толық түсінді ме, я болмаса жартылай түсінді ме, сол бойынша осылай ойнатуға болады. Бұл ойында тағы да түсіндіретін нелер бар. Мысалы, звуктарын айтатын болсам, мына жерде басталатын кезде звугі мына жерде тұрады. Барлық ойындарда осы жерде болады. Бірінші шаблондағы бұл ойынның басталғанда звугі, одан кейін фондағы звук төмендетіп қоямын мен. Өйткені жай дауысы шығып тұрады әдемі болып. Енді жалпы түсінікті деп ойлаймын. Бұл ойын керек болса маған хабарласыңыздар. Сол жерде мен сіздерге толығырақ айтатын боламын. Бағасын айтамын, одан кейін алып әрі қарай қолдансаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.